Бүгінгі тақырыпта біз көз ауруларының бірі катаракта туралы талқылайтын боламыз. Катаракта бұл көздегі хрусталиктің зақымдану салдарынан туындайтын, көздің жартылай немесе толық бұлдырлауымен көрініс беретін, көзді соқырлыққа айналып келуі мүмкін қауіпті ауруларының бірі болып саналады. Бұл енді катарактаның классификациясына байланысты туа пайда болған және де жүре пайда болған деген екі түрі бар. Туа пайда болған кезде ол генетикалық тұрғыдан ата-анасынан немесе туысқандарынан берілуі мүмкін және де анасының жағдайы өте маңызды. Яғни анасы жүктілік барысында қандай да бір инфекциялық аурулармен, мысалға кор, краснуха немесе қарапайым ОРВИ, гриппен ауыратын болса да, және де ол жүктілік барысында ауыр өтетін болса, мысалы токсикоз, гестоз және де басқа да жатыршылық инфекциялармен ауыратын болса, бұл баланың жағдайына әсер етеді. Енді жүре пайда болған бұл немесе кейде қарттық деп айтамыз, кейде сенилдық деп айтамыз. Яғни 40-тан асқан адамдарда генетикалық бейімділігі болса, немесе көз ауруларымен бір ауырған болса, бұл адамдарда туындап отырады. Немесе мүлдем ондай нәрсе болмаса да туындауы мүмкін. Себебі 40-тан асқан кезде организмде метаболизм төмендейді және де зат алмасудың бұзылуы салдарынан. Мысалға, қасан қабықтың анатомиясын айтатын болсақ, оның құрамында 63% су, 35% нәруыз, 1% липидтер және де 2% минералды тұздар болады. Осылардың алмасу бұзылған кезде организмде, қасан қабықтың құрамында нәруыздар мен судың мөлшері көбейіп, калийдің, глутатиондардың да сандарының өзгерісінен, төмендеуінен бізде нәруыздық конгломераттар пайда болып, сол жерде жинақталып бастайды. Бұл көзде көруін бұлдырлатып отырады. Клиникалық симптомдарына келетін болсақ, науқас шағымданады көзінің алды бұлдырлауымен, яғни алыстан жақыннан көргізгіштің бұзылуымен, жарықты қабылдаудың бұзылуысы және де цветтерді ажыратуда қиындықтар болуы мүмкін. Түнде көру нашарлайды, күндізде көрудің алыстан жақыннан өзгерістері байқалады. Көзінің алдында тұман сияқты бір нәрсе жауып тұрғандай чувстволар болуы мүмкін және де көзінің айналасында бір қара заттардың немесе шыбын-шіркей сияқты заттардың ұшып жүрулері де байқалады. Бұл қарттық сенилдік катарактаның 4 стадиясы болады. Бірінші начальный стадиясы, келесі незрелый форма, зрелый форма және де перезрелый сатысы. Бастапқы кезінде науқастың көру қалыпты болады, бірақ арасында ғана көздің бұлдырлауы байқалады және де бұл сатыда науқастың көзінде негізі сулы саңылаулар мен вакуольдердің пайда болуы басталады. Келесі сатысында, екінші сатысы, бұл незрелый сатысы, бұл жерде көру қабілеті төмендеп бастайды. Көздің алдында тұмандар болуы, бір нәрсе жауып тұрғандай, бір шыбын-шіркейлер ұшып жүргендей чувстволар болуын айта бастайды және де бұл сулы саңылаулар мен пайда болған вакуольдердің саны артып, сол аймақтарда детриттер пайда болып бастайды. Және де асқыну ретінде бұл жерде екіншілікті глаукома дамып кетуі мүмкін. Үшінші сатысы, бұл жерде зрелый форма, көрудің қабілеті нашарлайды, 0,1-ден тіпті мысалға 10% қана көреді, очкисіз, ары қарай ол өте бұлдыр көреді және де пайда болған сулы шаңылаулар мен біздегі вакуольдердің тартыла бастайды, бірақ сол жердегі хрусталиктің талшықтары болады. Сол талшықтар тығыздалып, сол аймақта сор түсті кірлі тығыз зат түзе бастайды. Бұл жерде науқастың көруі төмендеп, жарықты сезімінде азаю байқалады. Төртінші сатысы ол уже перезрелый сатысы. Бұл кезде науқаста пайда болған тығыздалған заттар, детриттен барлығы ыдырап, дегенерация сатысына дейін барады. Бұл жерде осмосы қысым жоғарылайды көздегі және де молочный катаракта, марганит катарактасы деп те атайды. Бұл егерде бірінші сатысынан басталып, төртінші сатысына дейін ауысуы бірнеше жылда тез дамып кететін болса, түзілген детриттердің распад болуы, дегенерацияға ұшырап, ыдырап кетуіне 10 шақты жыл уақыт кетеді. Сондықтан да тез арада бастапқы сатысында анықтап, негізінде 40-тан асқан адамдар жылына бір диагностикадан өтіп тұру керек. Ол қандай? Бізде ең бірінші жүргізіледі визометрия, сивсекаловың кестесі бойынша көруді өткірлігін тексереді. Келесі тонометрия, көздің қысымын анықтау керек, яғни глаукома ауруынан алдын алу мақсатында жылына бір рет өтіп тұру керек. Глаукома қарт адамдарда жиі кездеседі. Одан бөлек офтальмоскопия, биомикроскопия сияқты, гонеоскопия, эхобиометрия сынды бізде көптеген зерттеулер бар. Міндетті түрде офтальмолог маманына тексеріліп тұру керек. Еміне келетін болса, ол әр пациентке жеке индивидуально тағайындалатын болады. Бастапқы кезінде міндетті түрде каплялар береді көзге арналған және де очкимен
міндетті түрде ұсынылады. Келесі негізінде асқынған жаңағы перезрелый сатысында, зрелый сатысында уже операция керек болады міндетті түрде. Яғни ол йол деп айтылады, интраокулярный линза. Сразу екі көзге жасамайды, бірінші бір көзге жасап алады, және де біраз уақыт өткен соң, примерно бір ай өткенде екінші көзге жасалынатын болады. Емі негізі прогноз қолайлы, емделуге болады. Тек бұны асқындырып алмай уақытылы емделу керек.